Meni alып кетиңиздер. Қайдан алып қалам мен? Қайдан маған мемлекет бермеді, мен қалай алып қалам? Алып қалмаңыз ба? Қалай алып қалам? Бұдан гөрі юридический Сіз базардағы әңгімені айтпаңызшы маған, заңмен сөйлесіңіз. Жарайды. Участковый келіп күтіп алшы. Уалейкум ассалам. Руслан Өтепбай, журналист болады. Жоқ, көрсетпей қойыңыз құжатыңызды. Қорғаншылық, қамқоршылық бөліміне маман жоқ па? Мен Алматыдан келіп отырмын. Құндыз деген менің қарындасым. Бірақ туыстық қарым-қатынас жоқ арамызда. Жаппай қой. Зүлфия Төленова осы қыздың заңды қорғаншысы, қамқоршысы. Әлеуметтік желіден маған елдер мына сурет жібереді. Бұл суретте мүмкіндігі шектеулі жан, әрекетке қабілетсіз 96 жылғы Құндыз деген қыз. Сұлтанова Құндыз. Қараңыздар, аяғы, қолы, аузы скотчталған. Өзінен сұрадым енді. Құндыз бұл әрекетті кім істеді деп. Құндыздың айтуынша бұл әрекетті қамқоршы істепті. Қамқоршысынан сұрасам, мен үйде болған жоқпын, білмеймін. Таня деген бұл кісі де мүмкіндігі шектеулі. Осы кісі істеді деді. Осы кісіден сұрасам, бұл басқа бір жігіт, Әділхан деген жігіт істеді дейді. Енді осыны сіздер осымен айналыссаңыздар. Одан кейін мына Құндыз және де бұның туған әпкесі бар, Назгүл есімі. Екі қызды алып мемлекеттің қарауына өткізу керек. Мен сол сұрақпен Алматыдан келіп отырмын. Кеше пост жазғам, постқа сіздердің департамент жауап берді. Міне осы бойынша бізге қазір не келді? Басшы құрамның нұсқауымен кеше өшір келіп кеткен негізі. Тергеу группасы. Осы бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр деп басшы құрамнан қазір біз естідік. Қазір сіздер не істей аласыздар? Біз шақыртумен келіп тұрық. Мен шақырттым, мен пресс-службаға хабарластым. Қазір енді не істей аласыздар сіздер осы жағдай бойынша? Одан кейін қараңыздар. Бұл Құндызға қатысты жағдай, енді бұл кісінің асырауында бір емес бірнеше бала. Мысалы, мынау Айлин деген қыз. Жоқ, бұны білеміз бұл. Бұл іс бойынша. Бұл іс бойынша анықтау бөлімінде 140-шы баптан қозғалып жатқан. Мен ол бойынша тергеу бөлімі. 140-шы бап қандай бап? Енді ол бойынша тағы дополнительный бастықтар өздері сіздерге жауап береді. Бірақ бұл шақырту болған, бұл шақырту. Жақсы, онда сіздер маған қамқоршылық, қорғаншылық бөлім мамандарын шақырып бере аласыздар ма? Мен звондасам алмай жатыр. Қандай кісі шақырып берсін? Сосын сол кісілер келіп жауап алып, мына екі қызды мемлекеттің бақылауына алу керек. Бұл алдында сіз көрсеткен видео, ол шақырту түсіп қалған ол бойынша. Шамамен қанша бір ай бұрын, иә? Осы жаңа жылға дейін түсті ме? Жаңа жылға дейін түсті. Бұл кісінің өзі де біледі ғой. Иә, айтып сұрадым. Сол бойынша. Ал мынаны білмейсіздер, иә? Мұны сіздің постыңыздан кейін. Бұл бойынша кеше келіп кетті, тергеу тобы келіп, жаңағы түсініктемесі бар, басқасы бар. А бұл бойынша тергеу тобы текеп қазір. Олар өздерінің жұмысын жасады, сіз бір шақырту бойынша келіп. Жақсы, сонда маған қорғаншылық бөлімін шақырып берсеңіздер. Жақсы. Құндыз, сен үстінде жаралар жоқ па? Зүлфия Төленова Руслан Өтепбайға берген сұхбатында екі қызды оңаша қалдырудан қорқатынын, олар оңаша қалса, жыныстық қатынасқа түседі деп есептейтінін ашық айтты. Бұл мәлімдеме қоғамда үлкен резонанс тудырды. Халықтың басым бөлігі қамқоршыны өтірік айтты, балаларды қаралау арқылы өзін ақтағысы келді деп айыптауда. Назгүл, күліңіз. Настроениңіз көтеріңізші дейді бәрі сізге. Танямыз мені красавица. Мені уайымдамаңыздар, бәрі күшті, иә? Жағдай қалай күшті ма? Сізді жүдеп кетті деп жатыр бәрі? Жүдеп кетті деп жатыр? Жүдеген жоқсыз ғой, иә? Ау, жөнім, ау. Өзің сондайсыз ғой, иә? Ақтап кетті деп жатыр. Сізді айтып жатыр, ақтап кетті.